Туған елге, ауылға деген махаббат әр адамның жүрегінде мен мұндалап тұрады. Кішігірім ауыл мектебін бітіріп, арман қуып қалаға оқуға кеткен қазақтың көп қызы өскен топырағына оралып, шыңдаған білімін туған елге арнауды мақсат тұтады. Сол арманның орындалуы Айнагүл Әділхановаға да бұйырыпты. Ол бүгінде Қаскелең ауданына қарасты Ұлан ауылындағы Надежда Константиновна Крупская атындағы орта мектепте қазақ тілінен және өзін-өзі тану пәнінен дәріс береді. Мына Зейнеп Ахметова апамыз бізге керемет жақсы мынандай сыйлық берді, бабалар аманаты деген. Мен ойлаймын, осы кітапты түгел осы біздің мемлекет бойынша осы балаларға жеткізсе, керемет біз жақсы жағдайға жетеміз деп, бұл кісінің бір үлесі болады бізге. Сонда мынандай бір сөздер бар. Ұрыс керіс естіген қыздың мінезінің мәні болмайды. Қалай түсінесіңдер оны? Себебі ол қыз ұрыс керіс басында өскен қыз, ертеңгі болашағына балаларына ол жақсы тәрбие бере алмайды. Ол қыздың ертең болашағы ойран, қандай жанұяда өсті, қыз сонда жанұяны өзі құрайды. Осы ауылда өзім туып өскенмін. Осы мектепке бірінші сыныпқа келіп, 4 жыл осы жерде оқып, содан кейін мына жерде қасымызда Макаренко деген мектеп бар, сол жаққа барып, сөйтіп мектепті оқығанбыз. Мына бізде тек қана бастауыш класстар болады. Еңбек жолын алдымен өзі туып өскен ауыл мектебінен бастағанымен терең білімге деген ұмтылысы оны жетелеп қалаға біраз жылдарға тұрақтатады. Алматы қаласындағы нөмір 15-ші мектепте орыс сыныбына қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып еңбек жолын бастаған ол. Араға 3 жыл салып осы білім ордасы директорының оқу және тәрбиесі жөніндегі орынбасары қызметіне кіріседі. Өз ісіне берік Айнагүл Сәметқызы Алматыдағы қалалық білім беру басқармасында, қалалық әкімдікте де жақсы қырынан көріне білді. Ал 1997-2006 жылдар аралығында директорлық қызметке ұсынылып, қалалық нөмірі 131-ші мектеп-лицейді басқарады. Ізденуден жалықпайтын жаңашыл жан, ұстаздармен де, балалармен де ұлан-ғайыр ұлағатты көп жұмыс атқарады. Алайда оның бүйрегі әр кезде де ауылға бұрып тұрды. Туған топырақ, жусан иісі, ауыл балалары оны тағатсыздана күтіп тұрғандай болды. Институт бітірген соң қайтадан осы мектебіме мұғалім болып келдім. 73 жылы. Биыл Құдай қаласа август айында 40 жыл болады мен осы мектепте келгенім. Мен мына кітапшамда, еңбек кітапшамда бірінші осы Крупская мектебі, енді соңғы жазуы да осы Крупская мектебі болады деп өзім ойлаймын. Ауылға оралған ұстаз ең алдымен білімге балаларды баулудың жаңа әдіс-тәсілдерін енгізе бастады. Кез келген қиындықты жедел шешіп, өзіне де өзгеге де талап қоя білетін асыл ұстаз педагогикалық ұжым қалыптастырып, мектептің материалдық техникалық базасын нығайтты. Мектеп қабырғасында көптеген жаңа идеялар мен технологиялар енгізіп, республикалық халықаралық ЮНЕСКО-ның мектептер қауымдастығының семинар тренингтарына, фестивальдарына қатысып, тың жоспарларды жүзеге асырды. Мысалы, осы 4 жыл біз бірінші жылы дарынды балалармен дайындық жұмыс істедік, 3 жыл бойы біз шықтық аудандық олимпиадаға, облыстық олимпиада, халықаралық. Бізде класстарымыз кішкентай көріп жатсыз ғой, бізде қазір осы бүгінгі 19 бала шықты. Дарынды халықаралық олимпиададан ғана, мына ауданды санамағанда 19 бала. Сонда 19 семья, қазір 19 жанұя қиналмай баланы оқытып жатыр. Олар бәрі грантқа түсті. Көрдіңіздер ме? Онда болмаған оқиға біздің ауылда. Сонда біз қандай жеңілдік жасап жатырмыз ата-аналарға. Содан кейін ол мына грантқа түсу ең мына ақша жағы емес. Ана жаққа барып келгенде балалар басқаша қарайды, өмірге басқаша қарайды. Олар оқығысы келіп кетеді. Мен де сондай күшті екенмін ғой деп өзіне сенеді. Көрдіңіз бе? Сондай сенімдік біз тудыруымыз керек балаларға. Айнагүл Сәметқызының өмірдегі бетке ұстар қағидасы баланың жан дүниесін түсіне білу, оның көзін ашып, көңілін табу. Ұстаздың айтуынша, дарынсыз бала жоқ. Соны таба алмаған ұстаз дарынсыз. Өзі басшылық істеген уақытында көптеген игі істер жасалды. Соның ішінде әсіресе мынау дарынды оқушыларды анықтап, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту бағытында біраз жұмыстар жасадық біз. Сондай жұмыстарымыздың нәтижелері де бар. Енді атап айтсақ, біздің оқушыларымыз халықаралық олимпиада сайыстарға қатысып, осы елімізде өтіп жатқан осы Қарасай ауданында корпоративтік білім, тұңғыш президенттің білім беру қоры бар. Сондай сайыстарға біздің оқушыларымыз қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Сол
халықаралық олимпиада сайыстарына қатысқан жүлдегерлер мемлекеттік грантқа ие болып, қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарында білім алып жатыр. Мен балаларға айтамын, сен неге қысыласыңдар? Сендер өз мемлекетте тұрып жатсыңдар. Сендер қазақ тілін игеріп жатсыңдар. Сендердің кейбір ұлттар бар, мемлекеттерде жоқ. Сендер мына өз жерінде, осы туып өскен жерде жүріп жатсың. Сендер мықты тұрударың керек. Сендер аяқтарын жақсы тұрып, сендер ойларың бәрі дұрыс болу керек деп айтамын сабақтарда да былайша жай. Сонда ең керекті балаларды қыспау керек. Балаларға бостандық беру керек. Балаларға сөйтіп бостандық берсек, олар өз-өзіне сенеді. Өз-өзіне сенсе, олар ары қарай бәрін игеріп кетеді. Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан әлемдік білім кеңістігіне еніп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Оны шешу ұстаздың өз қолында. Өйткені ұстаз елдің ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу ұлы міндет. Басшылар кейбірде көп жылай береді. Анау жоқ, мынау жоқ деп. Қазір Құдайға шүкір бәрі бар. Бәрін табуға болады. Қазір жақсы қаржыда да бөлініп жатыр. Қаржыға қазір керемет, бәр дүние қаржыға келіп тірелмейді. Мына іздеу ісі мол, сондай ұстаздарға басшылар көбірек семинар өткізсе, мынандай жақсы істейтін мұғалімдердің жұмысын көрсетіп, үлгі қылса, менің мұғалімдерім бар, Каплинская, Мечтова сияқты мұғалімдер көрсетсе, онда мұғалімдер мына өзінің жұмысына көзқарастары басқаша болушы еді. Ұстаз ең алдымен баланы жақсы көру керек. Сабақ беру кестесінде қатып қалған әдіс тәсіл жоқ дейді маман. Оқушының тағдырына жауапкершілікпен қарайтын ұстаз өз шәкірттерінің заман уақыт көшінен қалмай, әр кезде де алдыңғы шептен көрінуін басты нысана санауы керек. Сабақтың барысы оқушыларға байланысты. Мысалы, мен орыс тілінен глаголды беріп отырсам, глагол, например, спряжение. Бала түсінбесе, бүгін түсінбесе, мен ол бағдарлама ертең басқаша ғой деп ана тастап кетпеймін. Соны түсінемін. Жарайды, ана комиссия керектін жазып қояйық, глагол там сол не. Бірақ мына өмірде не болып жатыр? Бала түсінді ме, түсінбеді. Түсінбесе, 1 сағаттың орнына мен 5 сағат беремін. Әр бала түсініп шыққан, ал енді мына түсінді ғой деген соң ары қарай жалғастырамын. Иә, оның сабақ берген әдісі басқа мұғалімдерге қарағанда ерекше. Оны мен ғана емес, бүкіл сынып, бүкіл мектеп ұйып тыңдайды. Оның айтқан сөздері де нағыз ұстаздың сөзі. Мен ұстаз деп тек қана сол апайды айта аламын. Оның ең жақсы қасиеті сабақта еркін отыруға мүмкіншілік болады. Ешқандай ұрыспайды. Ол мені жақсы түсінеді. Мені ғана емес, енді барлық оқушыларды да жақсы түсінеді. Қандай оқушылармен қалай қарым-қатынас жасауды да бәрін біледі. Мен ол апайды мақтан тұтамын, өйткені ол ұстаз деген сөзге лайықты. Айнагүл Сәметқызы 40 жыл бұрын оқытқан шәкірттерін әлі күнге дейін ұмытпапты. Ол буынның қазіргі оқушылардан даралығын, ерекшеліктерін заманның өзгеруімен түсіндіреді. Технология дамыған заманның шәкірттері бір бөлек болса, ғаламтор мен онлайн жүйесінсіз оқыған оқушылар мүлде басқа. Бала көңілін жықпайтын ол әрбір жаутаңкөз шәкіртіне қамқор бола білді. Нашар оқыған балаларды мен ешқашан қыспайтынмын. 2 қойып өтпейтін. Мен 2 қойғанда вообще жек көремін. 2 қойған ол мұғалім өзіне қойған еді. Бір оқушым болды, сондай нашар оқитын орыс тілінен. Өзі орыс, қатеден қате. Сонда диктантты оқығанда, ана кітапты бүйтіп әдейі алдына қойып қоямын да, сол диктантты басқа бала оқып, ана бала көшіріп жазады. Сонда әдейі соны қойып қоямын алдына. Соны көшіріп жазады, содан кейін әйтеуір 3-ті қоя салам да, сөйтіп мектепте өтеді. Қазір осы ауылда тұрады, 10 шақтыдай баласы бар. Семьясын өзі асырайды. Мына мәшиненің құлағында ойнақтайды дегенім, мәшиненің мына несінен дыбысынан қай жері бұзылғанын біледі. Мінекей, дарынды деген сол. Ұстаз жолын қуып, оған ұқсап бақысы келген талай шәкірті дәл осы мамандықтың тұтқасын ұстаған. Кемел ұстаздың дәрісіне сусындаған 5 шәкірті бүгінде ғұмырларын бала тәрбиесімен ұштастырған. Я ученица Айнагүл Сәметовна, и именно ученица ее первого выпуска, когда она пришла работать в эту школу.
Мен Айнагүл Сәметқызы оқытқан сыныптың алғашқы түлегімін. Бұл кісіге мен шексіз алғысымды айтамын. Бала кезімде дәрігер болғанды армандайтынмын. Дегенмен, осы апайдан сабақ алғаннан кейін өз пікірімді 180 градусқа өзгерттім. Осы кісінің сабақтарынан мен адамгершілікке, шыдамдылыққа, аянбай еңбек етуді үйрендім. Айнагүл Сәметқызының жолын қуып, ұстаздықты таңдадым. Бұл кісі жұмысқа жан тәнімен беріліп кетеді. Балаларды өте жақсы көреді. Олармен әңгімелескеннен жалықпайды. Меніңше, мектепте әрбір баланың бойынан туғаны көре білу маңызды. Осыны да мен апайымнан үйрендім. Ол оқытқан сыныптан 5 адам мұғалім мамандығын таңдадық. Увидеть в ребенке в первую очередь не ученика, а просто человека. Нагуль Сәметовна тоже моя учительница. Это мой 3-й выпуск. Я всегда вспоминаю с любовью, с нежностью. Мені де Айнагүл Сәметқызы оқытты. Біз оның 3-ші шығарған түлектеріміз. Мен үнемі ол кісінің сабақтарын ерекше тебіреніспен еске аламын. Бірнеше жыл өтсе де үйреткен сабақтары әлі есімде. Апайым өте мейірбан, ерекше жан. Ол кісі қаладан өзінің сүйікті мектебіне оралды. Ол бір орнына тұрақтап қалмай, жаңалық іздеп жүреді. Сырттан тәсілдер, методикаларды, жаңалықтарды тауып біздің жұмысқа енгізуге күш салады. Ол кісі шәкірттерінің бойына адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына үлкен мән береді. Сондай өмірде баға емес, баланың жеке басы маңызды дегенді жиі айтады. Ол ұстаз ретінде Штайнер технологиясын көбірек қолданады. Көбіне оқушыларға еркіндік беру арқылы бала бойындағы ерекше қабілетті ашуға күш салады. Соны ұштау бағытында ерінбей еңбек етеді. Үнемі ізденісте жүретін ол жан жақты болуға тырысады. Ата-аналармен де қарым-қатынасты жандандырып отырады. Біз ата-аналар көбінесе жұмыста жүреміз ғой. Жұмыста жүргеннен кейін қолымыз тимейді. Балалар мектепке келгенде осындай ұстаздарымыз бар болғаннан кейін біз жұмыста уайымдамаймыз. Балаларымыз не істеп, не қойып жатқан. Неге? Біздің мектебімізде біздің балаларымыз оқиды, тәрбие алады. Оқуын да жақсы оқиды. Сонан кейін неше түрлі конкурс, олимпиадаларға қатысады. Тек қана сабақтан емес, математика, физика деген сабақтан емес. Рисование, неше түрлі кружок, өлең айтады, биге де қатысады. Сонан кейін ауылдың жұмыстарына да кіріседі. Мектеп жанынан Айнагүл Сәметқызының ұйытқы болуымен сәбилерге арналған шағын орталық ашылды. Тозығы жеткен ғимарат күрделі жөндеуден өткізіліп, қазір мұнда 75 бала тәрбиеленуде. Бұл ауыл тұрғындар үшін айтарлықтай табыс көзі, қосымша жұмыс орны. Сондай-ақ білімге іңкәр шәкірттерін, қаздың балапандарындай соңынан ерткен ұстаз баланы қоғамдық жұмыстарға тартудың да жолын тапқан. Таза ауыл деген үйін құрдық. Балалар әдемі киініп, мынандай таза ауыл деп жазумен, пилоткаларын киіп, фотоаппараттарын алып, көше-көше араладық. Әр семьяға келіп, соны суретке түсіреміз, жаман қоқсық жатқан жерді. Бұда не істеп жүрсіңдер? Біз суретке түсіреміз, сіз неге тазаламайсыз деп, балалар үлкен кісілерді ұялтып, сөйтіп, мен таңертең машине кетіп бара жатсам, кешкі жақын үйге келе жатсам, қоқсықтың ешқайсысы қурай бәрін жинап, өздері сөйтіп ұялып, бізден ұялғаннан жинап. Қазір біздің ауылымыз, біздің аумақтың ішіндегі ең таза ауыл. Отбасы, үй тіршілігінде қатар алып жүретін ол шапағаты, мейірімін айналасындағылардың барлығына жеткізуге тырысады. Ауылдастарымен қарым-қатынасты еш уақытта үзген емес. Қоғамдық жұмыстардан қолы қалт ете қалған сәтте қазақы қонақжайлылық дәстүрге де жете мән береді. Өйткені ол 10 балалы үлкен шаңырақтан шыққан. Ата мен әженің балажан көңіліне құндақталып өскен. Ең бастысы, оның бойына үлкендерден адамгершілік, имандылық қасиеттерді алды. Айнагүл енді сол кішкене күнде уже белгілі болған қыз болған, енді кішкене күннен сондай өжет адамға белгілі ғой енді. Бұның өжеттігі соншалық, міне 10 класты бітіріп, өзінің ынтасымен, өзінің талабымен институтқа түсіп, мінекей осындай әжетке жетіп отыр. Өзімнің балаларым осы Айнагүлдің қолында өскен. Ең үлкенім қазір 50-ден асты. Енді мінекей немерелерімді оқытып, міне көрмеген жерін көрсетті, мінекей Грецияға да апарды немерелерімді. Өзім немерелерімден жаман болған жоқ, осындай үлгілі, осындай ақылды, осындай бала болғасын, одан үлгі алған балалар да сондай ақылды болып шығып жатыр.
Ұстаз шәкірттерінен қалған естеліктерді еш уақытта ұмытпайды. Оны қадірлеп үнемі жанында ұстайды. Жұмыстан шаршап келген сәттерде балаларының естеліктерін, тілектерін оқып, көңілі марқайып, жаны жадырайды. Айнагүл Сәметқызынан қазақтың біртуар жазушысы Мұхтар Әуезовтің немересі Мағжан Әуезов, жас актриса Линда Нығматуллина сынды белгілі тұлғалар дәріс алған. Ұстаздық киелі әрі ықылым заманнан бері ел құрметтеп келе жатқан мамандық. Қоғам өзгеріп жатса да, қажеттілігін жоймайтын маңызды мәселе ол жас ұрпақты өмір сүруге дайындау, білім беру және тәрбиелеу. Бұл қиыннан қиыны. Себебі әр адам қайталанбас тұлға. Әр адамның жан дүниесі өзінше бір әлем. Саяси әлеуметтік қарым-қатынас дамып, дүние жүзіндегі мемлекет аралық ықпалдастық күшейген сайын ұстаздың қызметі қиындай түсетін анық. Бүгінгі ұстаз міндеті шәкірттеріне мәлімет беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға ықпал ету. Ол нағыз ұстаздың ғана қолынан келеді. Бала бойына білім нәрін себетін де, адамгершілік дәнін егетін де ұстаз. Сондықтан да қазіргі ауыл мектеп жағдайында мұғалім қандай болу керек? Мұғалім болудың алдында маған кішкене түрткі берген, мамам болды, әрине. Бірақ бұл шешім әрине өз адам ғана қабылдай алады. Ұстаз болудың және болмаудың әр адамның өз қолында, өз шешімі. Сол үшін бұл жерде ең басында басқа менің коллегаларыма айтатын бір өсиетім бар, мына жұмысқа немесе мына мамандықты таңда, жарайды, бұл жерде мамандық деп айта берейік, мамандықты таңдаған кезде бұл жерде патриот сияқты ойлану керек. Бұл жерде мен өзім мемлекетім үшін не істей алам деген оймен бару керек. Менің мемлекетім маған не істеп береді деген оймен бармау керек. Айнагүл Сәметовна өмірінің жарты ғасырына жуық өмірін осы білім саласына, білім мен ғылымға арнаған сондай тәжірибелі, осы өскелең ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беріп жүрген ұстаз. Өзі табиғатынан талантты, мынандай ізденім баз, сосын жаңашылдыққа құмар, көпшіліктен көмегін аямайтын сондай тәжірибелі ұстаз дегім келеді. Осы қай жерде болсын бір жаңа игі істер болса, жақсы істер, соның бәрін осы біздің мектебімізге әкеліп, соны қолданып жүрген тәжірибелі ұстаз. Біздің Айнагүл Сәметовна Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі және құрметті азаматы деген белгілермен марапатталған. Ауыл іргесінде мәдениет үйі не клубтың болмау, жас буынға қиянат екенін ұққан Айнагүл Сәметқызы мектеп оқушыларына арнап бос уақытты тиімді үйлестіру тәсілдерін ойлап тапты. Ән арқылы балалар жақсы тәрбие алады. Бағана айттым ғой, бізде ешқандай дворец нәрсе жоқ қой. Сондықтан мен іздеп жүріп бір керемет жақсы бишіні таптым. Сол кісі мінекей 4 жыл болды істеп жатыр. Енді биіміз деген керемет. Мына аумаққа, ауданға барып тұрамыз, біздің бишілеріміз сондай жақсы. Мектепке барғанда біздің балаларымызда өзімізде мектепке біздің балаларымыз концерт жүргізгенде, спортивный бір мероприятиялар жүргізгенде, сол кезде біз балаларымызбен ата-аналар бірге балалар сияқты өзіміз сол мұғалімдерді как не только мұғалім ұстаз, а өзіміздің как бір-бірімізбен бұрыннан қатынасып, бұрыннан бір-бірімізді танитындай, қорқпай, ұялмай, сөйтіп сезінеміз мектептің ішіне кіргенде. И Айнагүл Сәметовнамен қатынаста болғанда сол кісімен сөйлесіп, әңгімелесіп, мынандай жұмыстарды реттеп болғаннан кейін бір өзімізді сондай бір күшті сезінеміз. Сондай бір жақсы сөздер естейміз, жақсы лебіздер естейміз. Содан кейін мына балаларды қалай тәрбиелеу керек екен, балаларды қалай оқыту керек екен, сабаққа қандай не болу, соның бәрін сол мектептен үйреніп келеміз үйге келіп. Үйреніп келеміз де шаршамай келеміз үйге. Жасыл желекке оранған бай өңірдің топырағы да құнарлы, не ексеңде көктеп шығады. Дала баласы да сондай, бойына не сіңірсең солай бақталады дейді тәжірибелі маман. Балаларын үнемі туған жер топырағын қастерлеуге үйретеді. Атадан мал қалғанша тал қалсын дейді халықтан алығы.
ұстаз мектеп айналасына 100 түп жеміс ағашын отырғызу бастамасында көтерген. Көктемде ата-аналарға, оқушыларға айттым, мына бұрынғы үлкен бағымыз бар еді мына жерде. Сонымыз босап қапты, енді соны қайта жаңғыртайық деп, бәріміз шығып, әр бала өзі ағаш екті. Мына мен ағашым деп, мен өзім де бір ағаш ектім. Өңкей алмұрт пен алмағаштар. Қазір өсіп тұр, әдемі жақсы болып өсіп тұр, осы мектептің қасында. Айнагүл Сәметқызы мектеп ауласына отырғызылған көшеттерді балаларына қалай. Бойына жақсы қасиетті сіңіріп, күтіп баптасаң, ертең ол ағаштар жеміс береді. Міне, оқушы да солай қалыптасады. Бұл заңдылық. Алмағаштарды реттеп, бұны күту керек. Бүгінгі бүкіл әлемдік білім беру үрдісіне деген ұмтылыстар, өзгеріп жатқан жаңа өмірге бейімделу қажеттілік туындап отыр. Мұндай жағдайда мұғалім өткен тәжірибесін жаңамен ұштастыра алатын, танымы биік, бастаған ісінің нәтижесін көре алатын, оқыту үрдісін ізденімпаздықпен арттырып, өз ісінің шебер болу керек. Ұстаз бойында білім мен мінез үйлесімділік тауып, шәкіртке деген ұлы махаббатпен тоғысып жатса, адал жүрегін ұсынса, өз ісін жан тәнімен сүйсе, нағыз ұстаз сол болмақ.